Жұбайлар шаттығы. Мұхаммед Ахмад Канаған. Емізу және қамқорлық. Емізу. Ислам дінінде міндетті түрде тектік, жақындық, құдалық, емізу мәселелеріне байланысты шариғат үкімдері ескерілгеннен кейін ғана неке тұруға рұқсат етіледі. Бірінші, емізудің маңыздылығы мен үкімдері. Аллах тағала Құранда сүт емізген аналарыңмен, омыраулас қыз туыстарыңмен үйленулерің харам етілді деген. Абдуллах ибн Аббас, Аллах әкесі екеуіне разы болсын, пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам тек арқылы үйлену харам етілгеніндей, емізу арқылы да харам болады деді деген. Яғни ему арқылы туыстық қатынастың орнауы олардың бір-біріне үйленуін харам ететін себептердің бірі. Емізулі арқылы тектік туыстыққа ұқсас үйленуді харам ететін жүйе пайда болады. Мысалы, туыстық жүйеде әке, аташ, шеше, аға, іні, әпке, қарындас, нағашы, нағашы апа, нағашы әпке, нағашы қарындас, нағашы аға, іні, жақын туыстар саналады. Емізу арқылы қалыптасқан туыстықтың үкімі де дәл осындай. Емшектегі бала бір әйелді төменде баяндалатын шарттарына сай емсе, ол емізуші әйел балаға емізуші ана, оның күйеуі әке, балалары аға, іні және әпке, қарындас, ал аға, інілер мен әпке сіңлілері нағашы мәртебесіне ие болады. Сондықтан ол балаға есейе келе бұлардың бірімен үйлену харам етіледі. Шариғаттың емізуге орай үйленуді харам ететін үкімдері болғандықтан бұл мәселеге немқұрайды қарамаған жөн. Емізуші әйел алдымен баланың тегін анықтап алмай, оны емізуіне болмайды. Мұндай істе аса сақ болған жөн. Ал емізіп қойған жағдайда пәленше деген әйел пәлен деген қыздар мен ұлдарды емізген деп жұртқа жария ету керек. Абзалында бұл жолмен туысқан адамдар білместікпен үйленіп қоймасы үшін ахаж азаматтық хал актілерін тіркейтін бөлім сияқты құзырлы органдарда арнайы бір кітапқа тіркелетін болса ие болар еді. Ислам елдерінің құзырлы орындарында сүт ана деген бөлімше ашылып, емізушілер мен емізілгендер тіркеліп отырса, неке қию ісінде шариғат талаптарының бұлжымай орындалатынына септігін тигізері анық. Екінші, емізу хақы. Емізу ананың баласы алдындағы бірінші міндеті. Баланың ана сүтін тойып ішуге хақы бар. Оны өз анасының емізгені жақсы. Аллах тағала қасиетті Құранда аналар сәбилерін толық 2 жыл емізеді. Бұл үкім емізуді кемшіліксіз етпекші болғандарға деген. Дегенмен баласын міндетті түрде өзі емізсін деген сөз жоқ. Сондай-ақ әкесі баласын анасынан өзге әйелге еміздіруіне де болады. Бұл исламнан бұрында арабтарда болған әдет. Мәселен, Мұхаммедті саллаллаху уассаламды сәби күнінде Халима бинт Сағд деген әйел емізген. Үшінші, емізу арқылы туыстық орнау, махрам шарттары. Емізу арқылы болатын жақын туыстық махрам тек 2 шартқа байланысты ғана іске асады. Біріншісі, бала 2 жасқа дейін емген болуы керек. Аллах тағала аналар сәбилерін толық 2 жыл емізеді. Бұл үкім емізуді кемшіліксіз етпекші болғандарға деген. Сәби 2 жасқа толмаған кезінде бір әйел емсе, емізу себепті туыс болып қалу үкімі оған қатысты болады. Оның үстіне шығып кеткендігі 2 жыл ішіндегі емізу үкімінің орнауына бөгет болмайды. Ал егер сәби 2 жасы толтырған болса, онда емгендігінің аз көптігін есептеп жатудың қажеті жоқ. Жас есептеу күн тізбесімен емес, ай күн тізбесімен жасалады. Шариғаттың зекет, ида сияқты үкімдері де ай жүйесі бойынша есептеледі. Екіншісі, бала емген сүт мөлшеріне байланысты. Туыс болуға жеткілікті сүт мөлшері жайында ғұламалар арасында әртүрлі пікірлер бар. Олардың кейбірі сәбидің ішіне 1 тамшы сүттің жеткені анық болса, үйленуі харам десе, екіншілері тояттың дәрежеде болмаса да 1 рет сорса да 5 рет емсе жеткілікті дейді. Ғұламалардың уәжінің бірін қолдап, таласқа шектеу қойып, ортақ пәтуа үкім шығарар мұсылман басшысы болмағандықтан, бұл істің шешімі әр елде әртүрлі қалыптасқан. Сондықтан бұл пікірлердің қайсына орай амал жасалса да оқасы жоқ. Төртінші, қолдан емізу. Сәбиді арнайы сүт қоспаларымен тамақтандыру емізікпен не қасықпен немесе басқа да жолдармен емізу болып есептелінбейді. Емізу тек қана емізуші әйелдің үстіне қатысты ғана айтылған.
Ертеректе мұсылман елдерінде баланы жасанды сүтпен тамақтандыру деген үрдіс болған емес. Бұл әдет бізге бала денсаулығы мен өсуіне немқұрайды қарап өздерінің дене пішімдерінің өзгеріп кетуінен қауіптенетін батыс әйелдерінен келді. Ал бүгіндері батыс елдерінің өзінде емізу әйелдің дене пішіміне де сұлулығына да кері әсер етпейді. Керісінше ананың сұлулығын, нәзіктігін асырады дегенді айтып, баланы ананың өзінің емізуіне үндеуде. Ақиқатында әр мұсылман, еркек не әйел болсын, барлығынан бұрын Аллах тағаланы риза ететін және өзіне сауап болатын істер мен сөздерді алға қою керек. Аллах тағаланың сауабы, мейірімі және ризалығынан үміт етіп, сабырлықпен бала көтеріп, босанудың қауіп қатеріне шыдаған мүмін әйел мейірімнің бәрін сәбиіне төгіп емізері анық. Бұл сауапты іс әрі шексіз бақыт. Аналық бақыттың мәні мен мағынасы тым тереңде жатыр. Аналардың әрқайсысы алдына мынандай мақсат қоюы керек. Біріншіден, ана деген атқа лайықты болу үшін сәбиіне мейіріммен қарап, оған ақ сүтін, мейірімін төге емізу. Екіншіден, сәбиін өзі тәрбиелегені жөн. Оны қызметшіге немесе балабақшаға тапсырып, үйде отырып жалқысаң, жұмысқа шық дейтін жұрттың сөзіне ермеген жөн. Ана деген атқа әрқашан үлкен жауапкершілік жүктеледі. Үшіншіден, түз тағысы да төлін тастамайды. Олай болса адам баласына бұлай жасау тіпті де лайықты іс-әрекет емес екендігін түйсіну. Бесінші, омыраудан шығару. Аллах тағала Құранда сүттен шығару жайында. 2 жылда омыраудан айыру бар. Оған жүкті болу, сүттен айыру 30 ай. Аналар сәбилерін толық 2 жыл емізеді. Бұл үкім емізуді кемшіліксіз етпекші болғандарға деген. Демек, амалсыз жағдайдан өзге кезде баланы 2 жылға дейін емшектен шығармаған дұрыс. Дегенмен де сәбиге емізіп жүрген ана өз бойына келесі баланың біткенін білсе, ана сүтінің бұрынғыдай болмайтынына орай баланы емшектен шығарғаны жөн. Әлбетте, емізуді тоқтату шешесінің қалауындағы іс. Баласын емшектен шығаруға шешім қабылдаған ана ауа райы біраз салқындап, адам өзін біраз сергек сезіне бастайтын күз айларында шығарғаны абзал. Және сәбиді бірте-бірте сүттен тамаққа үйрету мақсатында аз-аздан тамаққа ауыздандырып, сәби тамақ жеуді үйренгеннен кейін емізуді тоқтатқаны дұрыс. Қамқорлық тәрбиелеу. Қайсы бір ана болсын, бұл істен әлде бір пайда табам деген оймен ғана перзентіне мейірімі түсіп қамқорлық жасамайды. Ең ақырғы құстың өзі де жұмыртқасы мен балапанына қамқорлық етпей ме? Бұл да сол секілді жүректен шыққан таза сезім. Ал ата-анасы қартайған шақта да осы қызықтан көз жазып қалмау үшін балаларына деген міндеттерін шариғатқа сай толық орындағаны жөн. Ажырасқан ата-ананың талас-тартыстарының зияны көбінесе балаларына тиіп жататыны шындық. Тіпті кейбіреулері балаларын дауға араластырмаудың орнына оларды қару ретінде пайдаланады. Мұндай істің ақыры жақсылыққа жеткізбейді. Ұяда көрген жаман өнегенің кесірінен олар ата діндерінен мақұрым қалып жатады. Негізінде игі ата-ана араларында келіспеушілік болып ажырасқан жағдайда бір-біріне қояр айыптар мен талаптарын балаларына салмақ түсірмей жеткізеді. Олардың араларындағы кикілжің келіспеушіліктің балаларына қатысы жоқ. Керісінше ажырасудан ең көп зиянын шегетін тек бала болып қалады. Себебі ол бұдан кейін ата-ананың бірінен немесе екеуінен бірдей алыста шын жетім болмаса да тірі жетімнің күйін кешіп жәудеңдеп өмір сүретін болады. Бұл жағдай балалардың жүйке жүйесіне әсер етіп жазылмас жара қалдыратыны ақиқат. Қамқорлық қағы. Шариғат бойынша балаға қамқоршы болуға ең лайықты адам анасы. Ата-ана ортақ түтін түтетіп отырған кезде де, ажырасқан кезде де ананың құқығы бірінші орында тұрады. Қамқорлық құқығынан айыратын себеп болмаса, бұл құқыққа анадан артық ешкім ие бола алмайды. Анадан кейінгі қамқоршы құқығы ананың анасына беріледі. Одан соң әкесінің анасына, сосын әпке қарындастарына беріледі. Бұл туралы фикх кітаптарынан кеңінен баяндалған. Абдуллах ибн Амр ибн Әләс, Аллах әкесі екеуіне разы болсын, бір әйел пайғамбарға Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам келіп, о Аллахтың елшісі, мына баламды қиналып көтеріп, ақ сүтімді беріп, әлпештеп баққан едім. Әкесі мені талақ етті, енді баланы алып қалмақшы дейді. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам оған, егер басқаға тұрмысқа шығып кетпесең, баланы алуға толық құқың бар деп жауап берді деген. Қамқорлық құқығы иесінің бас тартумен жойылмайды. Сәбиді қамқорлығына алу құқығынан бас тартқанмен, оның сәбиін қайтадан талап етуіне құқы бар. Себебі қамқорлық мәселесінде екі хақ бар.
бірінші қамқоршының хақы, екінші баланың хақы. Егер қамқоршыда бүкіл шарттар толық болса, баланың хақын ешкім жоя алмайды. Қамқорлық мерзімі. Ол бала 7 жасқа, қыз бала 9 жасқа толған кезде қамқорлық мерзімі аяқталады. Мұнан соң қамқоршының баланы алып қалуға қақысы жоқ. Баланы әкесіне немесе отбасындағы әкесінен кейінгі адамға тапсырады. Ал баланың әкесі шариғат бұйырғандай балаға және баланың тәрбиесіне иелік ету үшін баласын қамқоршыдан қабылдап алуға міндетті. Ажырасқан ата-ананың хақы. Ажырасқан ата-анаға балаларын көріп тұруға мүмкіндік берудің үлкен мәні бар. Өйткені бұл баланың әке-шешесіне деген сезімін оятып, сағынышын басады. Бірақ көбінесе жұрт мұның маңызды іс екеніне мән бермей, мейірімсіздік пен қадалдық секілді ізгілікке жатпайтын сезімдердің жетегінде кетеді. Тіпті кейбір ата-аналар бұрынғы жараны кек алу мақсатында балаларын пайдаланатыны да шындық. Екі жаққа тиесілі хақтардың да мүлтіксіз орындалып жатқанын қадағалаушы билік жоқ болғандықтан мұндай ата-аналарға тағдырлары бөлінген жарларыңа балаларын көруге тыйым салмаңдар деп ескерткіміз келеді. Бұл оларға да балаларына да ортақ хақ. Ал екі мұсылман ұрыс-керіс болса да біреудің хақына қол салмайтыны анық. Ажырасқан кісілер араларындағы жағдайға қарамастан бір-бірінің хақына нұқсан келтірмегені жөн. Ол мінез-құлыққа, санаға байланысты іс. Олай болса пенде Аллах тағаланың алдында әрбір іс үшін жауап беретінін есінен шығармағаны абзал. Сауал-жауап. Сұрақ: ерлі-зайыптылар үйленгеннен кейін ғана өздерінің бір емшектен емген туыс екенін білсе не істегені жөн? Балаларының үкімі қандай болады? Жауап: олар тез арада ажырасуы керек, ал балаларының тегі дұрыс деп табылады. Араларында болған қатынасты білместіктен жасағандықтан ол үшін ерлі-зайыптыға күнә тағылмайды. Сұрақ: ерлі-зайыптылардың бір емшектен емген туыс екені анықталса, оларға бұл туралы айту керек пе? Жауап: иә. Ол білген адам үшін міндет болып табылады. Мұнан кейінгі жауапкершілік ерлі-зайыптылардың өздеріне жүктеледі. Сұрақ: қамқоршының қамқорлығы үшін немесе емізушінің емізгені үшін ақы алуына бола ма? Жауап: иә. Анасы ажырасып кеткен болса, ақысын алуына болады. Ал ерлі-зайыптылар үшін ондайға жол берілмейді.